жұмысын 2019 жылдан бері компанияның жұмысына бүгінгі таңда 7 жыл толып 8-ші жылға кетіп отыр. Осы 7,5 жылдың ішінде компания өте табысты түрде қарқынды дамып келеді. Бүгінгі таңда компания 40-тан астам мемлекетте тіркелген, бірақ олардың ішінде 30-ға жуығы белсенді түрде жұмыс істеп отыр бүкіл әлем бойынша. Солардың бірі және бірегейі Қазақстан. Компания жалпы негізі өзінің отаны Малайзия. Малайзияда кәдімгідей ресми түрде ашылған. Компания өзі сол жерде жұмыс істейді бүкіл Малайзия бойынша. Екінші компанияның жұмыс істейтін жері бұл Камбоджа және Индонезия. Осы үш мемлекетте компания ресми түрде өзі ашылып, өзі жұмыс істеп отыр. Бірақ қалған мемлекеттердің барлығында компания контрагент арқылы жұмыс істейді. Контр дегеніміз енді бұл жерде каунтри агент, мемлекеттік агент деп айтуға болады. Біз осы Қазақстанда мемлекеттік агент арқылы жұмыс істеп отырмыз. Офисіміз Алматы қаласында, Абай Әуезов көшелерінің қиылысында. Бүгінгі таңда компания Қазақстанда 1 жыл 2 ай жұмыс істеп жатыр. 14 ай жұмыс істеп жатыр, 15-ші ай жұмыс істеп жатыр. Осы үстіміздегі айдың 18-ші шілде күні Алматы қаласында компанияның 1 жылдық мерейтойы өтетін болады және компанияның ресми ашылуы атап өтілетін болады. Бұл жерге компанияның басшылары келеді, негізін қалаушылар келеді, компанияның үлкен жаңағыдай топ менеджерлер келеді және олардың қатысуымен 300-500 біздің әріптестердің қатысуымен үлкен семинар, конференция және тимбилдинг 3 күндік өткелі жатыр. 18-і, 19-і, 20-сы күндерінде. Компанияның басшылары бізге 16-сы күні түнде келеді, 17-сі күні осында, 18-і, 19-і, 20-сы осында, 21-і және 22-сі күні кері елдеріне ұшады. Компаниямыздың басшылары, олар мына жерде қазір суретте көрсете кетейін. Хафиз Салех және Фаиз Салех деген екі ағайынды жігіттер. Мінекей. Осы екі жігіт келеді. Бұлар екеуі ағалы інілі бауырлар. Хафиз үлкені, бұрын өзі құрылыс инженері болған. Фаиз болатын болса, ол банк саласының маманы және банк саласында жетекшілік қызметтерде жұмыс істеген. 10-12 жылдан екеуінің жұмыс өтілі бар. Бірақ өздерінің аналары үлкен компанияларда үлкен лидерлік дәрежеге жеткендіктен осы екі ұлын MLM индустриясына алып келеді. Сөйтіп осы екі ұлының бір компанияда бірге жұмыс істеп, ең үлкен дәрежедегі мәртебеге жету. Бүгінгі таңда компания әлем мемлекетінде тіркеліп, 30 шақты мемлекетте өте қарқынды түрде жұмыс істеп отыр. Мынау көріп отырған суреттегі үшінші адамдарыңыз бұл Дато. Бұл кісі компаниямыздың құрметті президенті. Және сонымен қатар бұл кісі Малайзиядағы тікелей сату ассоциациясының басшысы болып есептеледі. Яғни DSA, Direct Selling Association дейміз, немесе орысша айтқанда ассоциация прямых продаж. Сол жерде бұл кісі өзі президенттің жаңағыдай тең президент болып саналады. Сол жерде басшылық қызметте. Сонымен қатар бұл кісі Малайзия бойынша біздің компаниямыздың президенті. Бұрын 40 жылдан астам зейнетке шыққанша Малайзия мемлекетінде жұмыс істеген. Малайзия мемлекетінде жұмыс істеп, сол жерде кәдімгі экономикалық министрлікте, сосын қаржы министрлігінде, одан кейін қаржылай қылмыстардың тексеру бөлімінде, департаментте жұмыс істеп, басшылық қызметтерде, сөйтіп сол жерден пенсияға шыққан зейнеткер кісі. Бірақ бүгінгі таңда бұл Искандар Халим деген кісі, Сүлейменұлы, біздің компаниямыздың президенті болып табылады. Бірақ негізгі жұмысты Хафиз Салех пен Фаиз Салех жүргізеді, бүкіл компанияның жұмыстарын. Ары қарай кеттік. Компаниямыз өзінің білесіздер миссиясы бар, өзінің алға қойған мақсаты бар, өзінің ұраны бар. Және компаниямыздың шығарып отырған өзінің өнімдері бар. Сол өнімдердің ең біріншісі осы AG Sera өнімі болып табылады.
AG сера өнімі бұл екі түрлі технологиямен шығарылады. Бірінші технологиясы хит олив, екіншісі технологиясы мынау серамасайтс. Серамасайтс деген бұл кәдімгі өнген бидайдың экстрактісін компания осы біздің AG сера өніміне қосып отыр. Серамасайтс деген технология бұл кәдімгі бидайдың өнген, пророщенная пшеница дейді ғой, соның өңгеннен нәрін алып, ешқандай май емес, немесе оның бір жаңағы сығындысы емес, экстрактісі кәдімгі суынан нәрінен алады. Сөйтіп соны құрғатып, соны сублимировать етіп, соны осы эйджисерға қосып отыр. Бұл серамасайтс технологиясы бойынша өнген бидайдың осы жаңағы экстрактісі неге жауап береді ішкен кезімізде? Организміміздегі кәдімгі мынау стволовой клетка деп айтамыз ғой, сол діңгекті жасушалардың, стволовой клеткалардың қайтадан қалпына келуін қамтамасыз етеді. Яғни ол стволовой клеткалар қайтадан клетка жасап шығарады, клетка жасап туындатады, және іштей адамның ағзасындағы органдардың қайтадан қалпына келіп адамның іштей және сырттай жасаруына әкеліп соғады. Сондықтан бұл технология өте керемет технология. Сондықтан да осы біздің өнімді бірегей және керемет өнім қылып отырған технологиялардың бірі. Жалпы теріні жақсы ылғалдандырады, ішкі органдағы барлық клеткалардың қайтадан жаңарып жасаруына көмегін тигізеді. Екінші, хит олив деген технология. Бұл испандық технология. Яғни кәдімгі зәйтүннің экстракты, зәйтүннің де нәрі барады ғой, бұл шырыны деп айтсақ болады, зәйтүннің май емес, сығындысы емес, немесе оның жағдай бір экстракция емес, кәдімгі зәйтүннің сыққандағы су болады екен. Осы су, осы сұйықтық адамның ағзасына өте жоғары дәрежеде пайдалы екен. Бауырды тазалайды екен, ішек құрылыстарды тазалайды екен, қанды тазалайды екен, және адамдардың мынау жаман ауруға қарсы қабілеттілігін арттырады екен. Хит олив технологиясы бойынша зәйтүннен алынған осы зәйтүннің нәрі. Зәйтүн деген оливки білесіздер, иә? Енді ары қарай жалғастыра беретін болсақ, мына жерде көріп отырсыздар, кәдімгідей жағдай медициналық қорытындылар бар мына жерде. Түрлі мақалалар бар осы технологиялар туралы жазылған. Және бұған қосымша компаниядағы осы AG сераның өнімінің құрамында сакураның экстрактісі бар. Сакураның экстрактісі бұл адамның терісінің ылғалдануына, терісінің ірімсіз жасаруына, әжімдерінің кетуіне, терінің жасаруына бірден бір ықпалын жасайды. Сакураны білесіздер, бұл жапондық өнім. Жапон әйелдері және еркектері өте жас көрінеді. 60-70 жастарында 20-30 жастағы адам болып көрініп тұрады. Неге? Өйткені осы сакураны экстрактісін өздерінің рационында өте жақсы, керемет қолданады. Өйткені бұл ағзамыздағы түрлі токсиндерді, улы заттарды шығарып тастайды да теріміздің жылтырап, жарқырап тұруына бірден бір ықпал етеді. Сонымен қатар бізде өте керемет мықты антиоксидант бар, ол куркумин. Бұл да адамның ағзасындағы барлық қажетсіз адамға зиянды улы заттардың барлығын шығарып тастауына өзінің көмегін тигізеді. Жағынан күшті куркумин бар құрамында. Одан кейін гимнема сильвестр деген өнімнің экстрактісі бар. Гимнема сильвестрді басқа тілмен жалпы халық арасында мынау сусамырдың жоюшысы деп айтады, немесе жаңағыдай убийца сахара дейді. Неге? Өйткені қандағы қант деңгейін жоқ қылып жібереді. Біз осы эйжисераны ішкенде көптеген қант диабетімен ауыратын адамдарымыз нәтиже алдық деп жатады, бізбен бөлісіп жатады, қуанып бізге сүйініш сұрап жатады. Себебі құрамында осы гимнема сильвестр бар. Гимнема сильвестр қант құрамын адамның ағзасындағы, қанындағы төмендетеді, және бірден бір жазылып кетуіне себепші болады. Мынау анардың сығындысы, шырыны, бұның да өзінің экстрактісін компания осы өнімге салып қойған. Бұл білесіздер, қан айналым жүйесіне, жүрек қан тамырлары жүйесіне және жалпы ағзаның жасаруына бірден бір эликсир болып табылады. Одан кейін жалпы иммунитетті көтеретін, иммунитетті күшейтетін бұл осы ягодный микс дейміз, жеміс жидектердің миксі, араласы. Осындай бізде тағы да өнім түрлері бар. Одан кейін мынау бұлшық еттерге, жұмсақ тіндерге аса қажетті мынау ақ шабдалы. Осы ақ шабдалының сығындысы да, шырыны да біздің ағзамызға өте пайдалы. Яғни AG сераны өздеріңіз байқап отырғандай,
жалпы бірден бір ауруға былай жұмыс істемейді, жалпы ағзамызға, жалпы организмімізге жұмыс істейді, және бүкіл ішкі органдарымыздың қайттан жұмысының қайттан қалыптасуына және клеткаларымыздың қайттан жаңарып түлеп шығуына жасаруына бірден бір ықпалын тигізеді. Сөйтіп ауруларымыз өзінен өзі бір жаққа кетіп қалады. Мысалы эйджи іштік, көбіміз результат айтамыз. Мен эйджи ішкелі бері өзімнің есте сақтау қабілетім қайтадан қалпына келді. Бұрын жас кезімдегіде бір нөмірді көрген кезімде осы 4-5 жыл болған, ұмытып қалып қайта қайта қарап, жаңағы бір 7-8 цифрадан тұратын санды қайта қайта 3-4 рет қарап, кейде қате жазып қойып сөйтетінмін. Қазір телефон нөмірін бір көремін ба жаттап аламын. Сосын оны ұзақ уақыт есімде сақтаймын ше. Эдисераның әсері. Одан кейін көзімде негізі менің аллергия бар еді. Жарыққа неге қарай алмаушы едім, қарға қарай алмаушы едім. Сол тфай тфай кетті. Бауырымда кішкене ауру бар еді. Сол ақырындап кетіп жатыр. Бұрынғыдай қатты сыздап тұратын нәрсе жоқ. Бауырым ауырғанын қойды тфай тфай. Сондай түрлі өзімде жақсы өзгерістер болып жатыр. Одан кейін эдисераның бір ерекшелігі адамға тағы да тыстай күш береді. Адамды жаңағы қуатын арттыруына бірден бір ықпалын жасайды. Енді бізде екінші өніміміз бұл біздің AG Brooks. AG Brooks өнімі, оның құрамында брокколи бар, және бұл ішек құрылысына жұмыс істейді. Ішек құрылысына жұмыс істейді. Адамның жаңағыдай істегі қатып қалған жаңағыдай тастар дейміз, қатып қалған ішектерге қатып қалған түрлі қалдар дейміз, сондай керексіз зиян беретін заттардың, улы заттардың іштен шығуына бірден бір ықпал етеді. Және ішектің флорасының қайттан қалпына келуін қамтамасыз етеді. Сөйтіп ішек арқылы жаңағыдай ішек құрылысы арқылы, аш ішек, тоқ ішек арқылы ішкен жегеніміздің организмге сіңуін, емілуін бірден бір қамтамасыз етуге көмектеседі. Жалпы жаңағыдай сыртқа шығуды жеңілдетеді. Одан кейін бір жақсысы бұл не эйджи-брокс иммунитетті көтереді сол арқылы. Иммунитет көтерілген кезде өздеріңіз білесіздер, керемет жағдай, адам өзі жақсарады, көтеріліп қалады. Эйджи-брокстың да құрамы өте бай, жаңағы эйджи-сераға ұқсас, бірақ сонымен қатар брокколи бар бұның құрамында. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бузина дейді, сосын жаңағы ненің брокколидің дәндері дейді, бета-глюкан дейді, осындай. Сосын жаңағыдай ягодный микс, осылардың барлығының, клубникада бар, каму дейді, ягоде асаи дейді, осылардың барлығы эйджи-брокстың құрамында бар, және ағзаға өте керемет әсер етеді. Және де біздің үшінші өніміміз бұл эйджи дринк, яғни кофе. AG кофе деп те атаймыз. Бұл кофені ішкен әрбір серіктесіміз, әрбір біздің лидеріміз басқа кофе ішкісі келмей қалады. Неге? Өйткені бұл кофе құрамында омега-3 бар. Бұл кофенің құрамында гинка белоба бар. Адамның жүйке жүйесін тыныштандырады, адамның жұмыс істеу қабілетін арттырады, және адамның жаңағы аллергиялық болсын, сосын қанын тазарту болсын, одан кейін жаңағы бауырының тазартылуы болсын, сол процесте бұл кофе бірден бір өзінің рөлін жақсы атқарады. Және таңертеңгілік тұрғаннан кейін бір стакан жылы су ішіп алғаннан кейін 15 минуттан кейін осы кофені ыстық сумен демдеп ішетін болсаңыз, күні бойы кешке дейін шаршамай жүретіндігіңізге бұл кофе кепілдік береді. Сондықтан бұл кофені біз әрқашан тапсырыс береміз, бірақ келгенінше өтіп кетіп жатады. Себебі дәмі де тамаша, иісі де тамаша, жалпы ішкен кезіңізде былай консистенциясы да тамаша, сұйықтығы, қоюлығы, дәмі, сүтінің дәмі барлығы. Құрамында бұның стевия бар, гинка белоба бар, ми қыртыстарындағы жағдай, мидың нейрондарына жақсы жұмыс істеткізеді. Омега-3 бар, бұл ер адамдарға да, әйел адамдарға да жақсы жұмыс істеткізеді. Бұл да нерв жүйесін жақсартады, жүрекке жақсы. Омега-3, одан кейін стевия болатын болса, бұл кәдімгідей қанттың орнына жүреді. Бұл стевияның өзі бірден бір емдік қасиеттері өте жоғары. Одан кейін бізде ер адамдарға арналған мекс кофе дегеніміз бар. Бұл мекс кофе, бұның құрамында ашваганда бар. Ер адамдардың қабілетін, қуатын арттырады. Сонымен қатар ер адамдарда болатын түрлі аурулардың алдын алады және жойып жібереді. Жақсы.
Одан кейін бізде ең керемет өнімдердің біреуі бұл AG Beauty Viva Glow деген нәрсе. Viva Glow деген сөз, glow деген негізі жалпы аударған кезде мынандай жарқырап тұру деген сөз, жылтырап тұру деген сөз, жаңағыдай кедір бұдырсыз болу деген сөз. Give a glow, яғни сол жылтырақтық бер, жалтырлық бер, жарқырат деген мағынада ғой енді give a glow. Бұл компаниядағы өніміміз косметика, яғни күтім косметикасы. Бұл беттің күтімі, дененің күтімі, терінің күтіміне арналған. Және бұл косметиканың бір кереметтігі, құрамында ешқандай ауыр майлар жоқ. Бәрі гидро негізде, яғни су, және сіңімділігі өте жоғары. Және бұл косметика ер адамдарға да әйел адамдарға да бірдей жүре береді. Иісі бір керемет. Жаққан кезіңізде өзіңіз денеңізге бір керемет жеңілдік сезінесіз. Сондай тез сіңіп кетеді және тез жаңағыдай әжімсіз бетіңіздің жарқырап қызарып тұруына бірден бір өзінің көмегін тигізеді. Осындай төрт түрлі құрамнан тұрады. Біріншісі бетті тазалайды, екіншісі бетті ылғалдандырады, үшіншісі күнге қарсы крем және төртіншісі әжімге қарсы крем. Осылай сетпен сатып алуыңызға болады, немесе бір-бірлеп жекелеп сатып алуыңызға болады. Енді бізде компаниямызда үш түрлі ғана пакет бар. Маркетинг планды сіздерге қысқаша айта кетейін. Бірінші пакетіміздің аты ол базалық пакет, екінші пакетіміз премиум пакет, үшінші пакетіміз элиталық пакет. Базалық пакет бұл 75 PV тұрады. Премиум пакет 300 PV, элиталық пакет 900 PV. Енді бір PV тең $1 деген есептейтін болсақ, бұл компаниямызда 75 PV-лік пакетіміз $75 тең, 300 PV-лік пакетіміз $300 тең, 900 PV-лік пакетіміз $900 тең. Бірақ бұл Малайзия және Малайзияға жақын жатқан мемлекеттерде осындай бағамен сатылады бұл пакеттер. Бірақ бізге Малайзия 8,5 сағат ұшақпен, сондай арақашықтықта болғандықтан, арамызда Қытай жатыр, мұхит жатыр, теңіз жатыр, өте алшақ жатқан қашықтық болғандықтан біздің пакеттердің құны сәл-сәл өседі. Неге десеңіздер, бізде мына жерде келу импорттық жаңағыдай пошлиналарымыз бар, мемлекетке төлейтін салықтар, одан кейін жаңағы қосымша құн салығы бар. Солардың барлығын есептеген кезімізде біз осы $75, $300, $900 12% қосымша құнына қосқанбыз. Жақсы, НДС деп айтсақ болады. Және мына жаққа компания тарапынан жеткізілуі бар, соның барлығын біз қосып сатамыз. Сонда 75 PV-міз бізде $84 тең, 300 PV-міз $336 тең, 900 PV-міз $1004 тең. $1008 тең, 1008. Бірақ бұны біз теңгемен есептейміз. Бізде бір теңгеміз, $1 560 теңге. Былтырлары теңге 570-ге дейін көтерілген кезде біз 560-ға дейін көтеріп сол бағамда ұстап қалдық. Біз тіркелген кезде 560-пен тіркелеміз және өзіміздің бонустарымызды алған кезімізде де сол курспен аламыз. 560-пен. Сондықтан бұл жерде біздің әріптестердің және лидерлердің ешқандай жоғалтуы жоқ. Барлығы заңды түрде іске асырып отыр. Енді қараңыздар. Базалық пакет бұл 75 PV. Премиум пакет 300 PV, элиталық пакет 900 PV. Бірақ қазіргі таңда біздің осы элиталық пакетке компания тарапынан үлкен бір промоушн акция жүріп жатыр. Яғни сіз элиталық пакетті 900 PV-ге емес, 450 PV-ге, немесе доллармен айтатын болсақ, $504 сатып алу мүмкіндігіңіз бар. Айтқанда теңгемен айта кетейін, базалық пакет бізде 47,040 теңге тұрады, премиум пакет бізде 188,000 теңге тұрады, элиталық пакет 282,240 теңге тұрады. Жақсы? Яғни 450 PV. Енді базалық пакетте сіз 2 AG сера аласыз, премиум пакетте сіз ала аласыз 6 AG сераны, элиталық пакетте 900-ге егер тіркелетін болсаңыз, онда 24 AG сера аласыз, немесе тең жартысына төлеп алған кезіңізде промоушнмен 12 AG сера ала аласыз. Жақсы, AG сера. Енді бізде 8 түрлі бонустың түрі бар. Бірінші бонусымыз ол бізде тікелей бонус деп айтылады, немесе рефералды бонус. Реферал бонусымыз, қараңыздар, бізде 30%. Яғни сіз кез келген пакетке тіркелесіз және кез келген пакетке тіркелген кезіңізде сіздің кез келген пакетті тіркеген кезіңіздегі ол пакеттен алатын реферал бонусыңыз 30%. Сіздің ешбір пакетіңіздің атауына, құнына, статусына қарамайды. Сіз 75 PV-ге де, 300 PV-ге де, 900 PV-ге де тіркелген болсаңыз, сіз
осы үш пакетте де 30 пвден 30%тен реферал бонусын ала аласыз. Мысалға 75 пвге тіркелдіңіз, базалық пакетке адам тіркейтін болсаңыз 22,5 доллар аласыз. 75-тің 30%, 22,5 доллар. Премиум пакетке тіркейтін болсаңыз 90 доллар аласыз. 300 пвдің 30%, 90 доллар. Элиталық пакетке тіркейтін болсаңыз 900 пвге, ол кезде сіз 270 доллар реферал бонусын ала аласыз. Келістік қой. Енді бізде 15%-ық бинар бонус бар. Мына жерде командалық бонус деп тұр. Бұл бірақ бізде 15%-ық бинар бонусы. Бұл бинар бонусы белгілі бір шартпен төленеді. Мысалға жаңа байқадыңыздар, реферал бонусы бізде сол сәтте төленетін моменталдық бонус болатын болса, бинар бонусы бізге күн сайын төленетін күндік бонус түріне жатады. Яғни бүгін таңғы сағат 5-тен ертеңгі таңғы сағат 5-ке дейін 24 сағат ішінде сіз тіркегеніңіздің барлығын таңғы сағат 6-да сіздің келесі күннің таңғы сағат 6-сында, яғни бір күн өткеннен кейін сіздің осы бинар бонусыңыз өзіңіздің жаңағы кошелегіңізге, әмияныңызға келіп түседі. Бірақ бұл жерде бір шарт бар. 75 пвге тіркелген адам күнделікті тек қана 75 үшін 15% алады. Яғни бұны бір шаг деп айтамыз, бір қадам деп айтамыз. Неге 75 пв оң жақтан, 75 пв сол жақтан болған кезде бұны бір қадам деп айтамыз? Себебі біздің ең кішкентай пакеттің пв құны ол 75 пв. Сондықтан қараңыздар, 75 пв сол жақтан, 75 пв оң жақтан орнаған кезде бұны бір шаг деп айтады. Осы бір шагқа компания 15%, 11 доллар 25 цент төлейді. Базалық пакетте сіз күнделікті осы бір шагты 15%-бен ала аласыз. Одан ары қарай екінші қадамнан бастап 26-шы қадамға дейін, яғни 25 шагты, әрбір шагы үшін сіз 3 доллардан аласыз, немесе 4%-пен аласыз, иә, жақсы ма? Сол кезде осы базалық пакетте сіз күнделікті 86 доллар 25 цент таба аласыз күнделікті. Бұл осы сіздің базалық пакеттің бинар бонусы бойынша қойған лимиті. 86 доллар 25 центті 30-ға көбейтетін болсаңыз, 1600 доллар айына шығады. Яғни базалық пакетте бинар бонусы бойынша сіз 1600 доллар табыс таба аласыз бинар бойынша. Ал премиум пакетте, бұл базалық пакетте егер 1600 доллар айына сіз үшін аз болатын болса, премиум пакетпен жұмыс істеп көріңіз. Премиум пакетте болатын болса, күнделікті компания сізге 4 қадамыңызды 15%-пен төлеуге дайын. Яғни 75 пвден 4 рет өткен кезде, мысалы мына жақтан 75, яғни 300 пв сол жақтан, 300 пв сол жақтан орнаған кезде бұл 4 қадам болады. Осы 4 қадамыңыздың әрқайсысы үшін компания 15%-дан, яғни 11 доллар 25 центтен төлеген кезде, күнделікті сіз 15%-бен осы премиум пакетте 45 доллар ала аласыз. Бірақ 5-ші қадамнан бастап 108-ші қадамға дейінгі 104 қадамда сіз 3 доллар 75 центпен аласыз. Яғни 390 доллар. 390 доллар дегеніміз ол 3-75-ті көбейтесіз 104 қадамға, бұл 390 долларға тең. 390 долларға 5 долларды қосқан кезіңізде 435 доллар. Яғни премиум пакетте сіз күнделікті максимум 435 доллар таба аласыз бинар бонусы бойынша. Енді бұл бинар бонусын 435 долларды 30 күнге көбейтетін болсаңыз, бір айдың ішінде 13.500 доллар табыс таба аласыз. Премиум пакетте 7,5 миллион теңгеге дейін бинар бонусын айына табуға болады. Былайша алып қараған кезде бұл аз сумма емес, негізі жап-жақсы. Бірақ бұл да сіз үшін аз болатын болса, компания сізге элит пакетпен жұмыс істеуді ұсынады. Элит пакетте сіз енді күнделікті 15%-бен 12 қадамды ала аласыз. Яғни 135 долларға дейін сіздің алу мүмкіндігіңіз бар, иә? Енді ары қарай кеттік. Мына жерде 13-ші қадамнан бастап әрбір қадамыңыз үшін компания 6 доллар төлейді. Және бұл 6 долларды күнделікті шексіздікке дейін төлей береді. Яғни бұл жерде компания ешқандай шектеу қоймаған. Осы элиталық пакетте, сондықтан да бұл пакеттің өзінің артықшылығы осында. Яғни сіз күнделікті 1000 доллар табыстап аласыз бұл компанияда бинар бонусы бойынша күнделікті. Күн сайын мысалға орташа есеппен 1000 доллар табыстап отыратын болсаңыз, бір айдың ішінде 30.000 долларға дейін табыстап аласыз. Күніне 10.000 доллар табыстап аласыз. 10.000 доллар күнделікті табыстап отыратын болсаңыз, бір айдың ішінде 300.000 долларға дейін табыстап аласыз. Бұл бинар бонусы бойынша. Яғни элиталық пакетте сізге компания ешқандай шектеу қоймайды.
бинар бонусы боюнча. Сондуктан осы компаниянын маркетинг планынын эң бир артыкчылыгы деп, башка маркетинг пландарда жок деп, биз осы компанияга тиркелдик жана жумус иштеп жатырбыз, жана өтө ризамыз. Себеби компания өтө адилеттүү түрдө табыс таралымын бизге берип отур да, иске асырып отур. Эми дагы да бир кызык бонус түрү бар. Бул өмүр сүрүү стили деп айтылат, өмүр стили деп айтылат. Бул 3%. Бул бирок тек гана элит пакеттер ала алатын бонустун түрү. Яғни элит пакетке тиркелген адам өзүнүн жеке биринчи линиясына адам чакырып тиркеген кезинде, жеке чакырылым менен солардан 30% реферал бонуска кошумча 3% осундай өмүр стили деген бонусту ала алат. Лайфстайл бонус дейт буну. Эгер базалык пакетке тиркейтин болсо $2.25 алады, премиум пакетке тиркейтин болсо $9 алады, элиталык пакетке тиркейтин болсо $27 алат. Бирок компания бул бонус түрүн сизге акча түрүндө бермейди. Сиз бул бонустун түрүн компаниядан түрлүү багалы сыйлыктар иретинде ала аласыз. Бирок ол үчүн сиз буну $500 чейин жинактауыңуз керек. Бул өзү бөлөк лайфстайл деген амиянда жинакталады. Электрондо амиянда, осы электрондо амиянда сиздин осы лайфстайл бонусуңуз жинакталып жаткан кезде $500 чейин толугу керек. Бул жерде эч кандай убакыт мерзим көрсөтүлмөгөн, шектөө жок. Каалай $500 жиналган кезде сиз компанияга өзүңүз кат жазасыз, немесе компания өзү сизге усунуш жасайды. Алтын менен алсаңыз болот, немесе мына ноутбук алыңыз, телефон алыңыз, смарт саат алыңыз деген сыяктуу, планшет алыңыз деген сыяктуу компания өзүндө турган багалы сыйлыктарды сизге усунат. Солардын ичинен өзүңүз тандап аласыз. Негизи биздин партнерлор көбүнчө компания тарапынан алтын алады. $500 сайкес алтын кыймаларын алып жатыр. Эми бизде дагы да бир бонустун түрү бар. Бул пассивдүү бонус деп айтсак болот. Өйткөнү бул бонусту алуу үчүн сизге эч кандай да бир артык жумус иштөөдүн кереги жок. Бул өздүгүнөн сизге келе беретін бонус. Компания тарапынан бир сыйак сыяктуу. Буну матчинг бонус деп айтылат. Матчинг бонус бизге бинар бонусунун үстүнө төлөнөт. 15%га чейин және 6 деңгейге дейін. Базалык пакетте караңыздар, биринчи деңгейден 2%, экинчи деңгейден 1%. Жалпы 3%га чейин сиз бинар матчинг бонусун ала аласыз. Эч кандай башка шарт жок. Премиум пакетке тиркелдиңиз, онда сиз сол күндөн баштап сиздин астыңыздагы чакырган адамдарыңыз 3 деңгейге дейин, эгер олар бинар бонусун табып жататын болсо, солардын тапкан табысынан компания сизге 3 биринчи деңгейден, 1% экинчи деңгейден және 1% үчүнчү деңгейден, жалпы сомасы 5% болатын 3 деңгейлик бонус усунат сизге премиум пакетте болатын болсаңыз. Ал эгер элиталык пакетте болатын болсаңыз, онда компания сизге 6 деңгейден 5, 3, 3, 2, 1, 1, 15%дык матчинг бонус түрүн усунады. Бул жерде де бир керемети 3, 5, 2, 1% болгонуна карамаңыздар. Себеби мен силерге жаңы көрсөтүп кеттим го. Бинар бонусу бизде эч кандай шектөөсүз төлөнөтүн болгондуктан, бул жерде өтө үлкөн комактуу суммага чыгууга болот. Сол суммалардан компания сиздерге 1%, 2%, 3%, 5% төлөгөн кезинде бул кәдимгидей сезилетін бонус болот. Бүгүнкү таңда мен 1 жылдан асты жумуш иштеп келе жатырмын компанияда, және осы матчинг бонусу менин табыс көзүмнүн 10-15%ын курайды. Бул да жакшы табыс көрсөткүчү болуп табылат. Жакшымы? Эми мына жерде бизде тех орталык деп тур. Тех орталык эмес, буну биз айлык белсендилик деп айтсак болот. Яғни сиз өзүңүз тиркелгенден кийин компанияда белсенди экениңизди, яғни сиз актив экендигиңизди көрсөтүүңүз керек. Ол үчүн ай сайын сиз 30 PV-ге товар сатып алып отурасыз. Товар сатып алып отурасыз. Мен бурун осундай айлык активдиги бар компанияларда иштөөгө жүрөксүнөтүн коркатмын, және даже ол мындай маркетинг пландарды карастырбайтынмын. Неге? Өйткөнү ол жагдай биздин Казакстандагы казактарды канау деп түшүнөтүмүнчү. Бирок мына жерде мен өзүм таң калдым. Менин осы жалпы табылып жаткан табысымдын 20-30%ын осы айлык белсендиликтен түсөтүн табыс түрү деп айта алам сиздерге. Неге дейсиздер го? Себеби биздин AG сфера, багана көрсөтүп кеттим, AG Brokes және AG Coffee биздин әріптестердің, биздин сериктестердин, көчбасчылардын издеп жүрүп, сурап жүрүп, уруп жүрүп, бири-бири менен талашып, урушуп жүрүп, жылап жүрүп алатын товарына айналып отур бүгүнкү таңдачы. Кол жетпейди. Өйткөнү келгенче таусылып кетип жатыр.
сондықтан және біздің әріптестер, біздің серіктестер бір рет емес 6 ай 12 айға дейін осы активтілікті жасап отыр өздерінің кабинеттерінде ше. Неге? Өйткені товар бітіп кетеді, мен товар ала алмай қаламын деп жаңағыдай осылай жас балаша жаңағыдай таласып, жастары 60-та 70-те апаларымыз, ағаларымыз солай бір бірімен жаңағыдай осы товар үшін ұрыстарға дейін барып жаңағыдай таласып тармасып не істеп отыр, а, айлық активтігін жасап отыр. Өйткені товар өте керемет, мен сіздерге айтайын. Бұл Малайзияда өндірілгенімен швейцариялық технология бар, жапондық технология бар, Франция, Италия және Испанияның технологиясы бар. Бірақ біздің қазақтар бір біріне сатады, сөйтіп табыс табады. Сондықтан бұл өніммен өте үлкен табысқа қол жеткізуге болады. Қараңыздар, енді бұл айлық активтік бонусынан, жаңағы бонус от активности орысша айтқан кезде, бонус от активностиден біз 50%-ға дейін алу мүмкіндігіміз бар. Базалық пакетте компания бізге 4 деңгейден 25% бонусты алу мүмкіндігін бізге беріп отыр. Бірақ бұл жерде бір шарт бар. Базалық пакетте оң жақтан екі сізде активный партнер болу керек, сол жақтан екі активный партнер болу керек. Олар сол айда өздерінің жаңағы белсенділіктерін дәлелдеп қою керек та, сол жасап қою керек. Активтілігін өткізіп қою керек 30 PV-мен. Сол кезде сіз 4 деңгейден 10, 5, 5, 5, 25%-ға дейін бонус от активности ала аласыз. Ал енді премиум пакетте сізде 3 адам сол жақтан, 3 адам оң жақтан активный болу керек. Сізге 6 деңгейден 30%-ға дейін алу мүмкіндігін беріп отыр компания. 10, 5, 5, 5 және 3, 2. Ал енді элиталық пакетте компания сізге 10 деңгейден 50%-ға дейін осы активтілік бонусынан бонус төлеп отыр сізге. Қараңыздар. Бірінші деңгейден 10%, екіншіден 7%, үшінші, төртінші, бесіншіден 6-6%-дан, алтыншыда 5%, жетіншіде 4%, сегізде 3%, тоғызда 2% және 10-шы деңгейде 1%-ға дейін компания бізге не істейді? Бонус от активностиден процент төлейді. Яғни бұл, мен сіздерге айтайын, өзім тіркелгеннен кейін 3-ші айдан бастап маған бұл бонус түсе бастады. Бірінші айда $150 түсті, екінші айда $200 түсті, үшінші айда $300, төртінші айда. Бүгінгі таңда $500-600 ай сайын маған осы бонустан түсіп отыр. Менің командамда 2,5 мың ғана адам бар бүгінгі таңда. 2,5 мың адамның, мен сіздерге айтайын, 25-30%-і ай сайын активность жасайды. Сонда мен айына тапқан жаңағы $5,000-дің 10%-і, кейде 20%-і осы жерден естиді, түсіп отыр. Сондықтан бұл жерде бұл бонус түрі де, мен сіздерге айтайын, болашақта өте үлкен бонусқа айналады. Мысалы, бір 3 жылдан кейін командаңызда бір 200 мың адам бар деп есептейікші. 3 жылдан кейін 150-200 мың адам бар деп есептейік. 200 мың адамның 20%-і 40 мың адам ба? Осы 40 мың адам өздері активность жасаған кезде, солар 10 деңгейден сіздерге түсетін бонустың суммасын өздеріңіз есептей беріңіздер. Яғни ол жерде ештеңе істемей ақ, адам шақырмай ақ, ешқандай көпіріп, аузыңызды көпіріп презентация бермей ақ, бір кездері сіз презентация беріп кеткен адамдарыңыздың адамдары, олар өздігінен құлшынып тұрып, сізден сұрамай ақ, сізге айтпай ақ, компанияға өздері ақшаларын жіберіп, өздері товарларын алып жасап отырып, сізге солардан осы проценттер тамшылап тұратын болады. Және бұл тамшылай үлкен не болады? Көлге айналады, үлкен табыс көзіне айналады. Бұл да пассивті табыстың бір түрі. Бұл жерде де өте үлкен ақша жатыр, бірақ ол үшін үлкен команда құра білу керексіз. Үлкен команда құру айтқанға қорқынышты сияқты, көз қорқақ, қол батыр, алып істеге келеді. Бізде бір өз арамызда айтамыз, ештеңеге қарамай тупо істеу керек дейміз, сенің қолыңнан келеді дейміз. Шындығында да мен сияқты адамның қолынан келген кезде, сіздер сияқты керемет адамдардың қолынан бұл 10 есе 100 есе келеді. Соған мен сенімдімін. Жақсы ма? Сондықтан бұл жерде жақсылап тағы да тыңдаңыздар, жақсылап тағы да зерттеп зерделеңіздер, барлық көңілдеріңізді бұрыңыздар. Сол кезде бұл жерде өте үлкен сумма ақшаның жатқанын көресіздер және өмірлеріңізді өзгертуге өте үлкен мүмкіндік тұрғанын түсінесіздер. Енді бізде тағы да 7-ші бонустың түрі бұл кәдімгі не деп айтамыз, сый ақы бонустары. Бұл жерде компания бізге сыйлықтар береді.
эмне үчүн сыйлыктар берет? Себеби биз белгилүү дәрежедеги мәртебелерге кол жеткизебиз, яғни статуска, биз көч башчы боло баштайбыз. Компания айтат, $5.000 тапсаңыз дейді, ешқандай товар оборот айтып отырған жоқ. Компания тіркелген күннен бастап, компанияда тіркелген күніңізден бастап, жинақтап $5.000 табыс табатын болсаңыз, онда сіз стар деген мәртебеге қол жеткізесіз. Компания тарапынан сізге құттықтаулар болады. Егер сол табысыңыз $5.000-ға тағы да $5.000 қосып $10.000-ға жеткен кезде жинақталып, сіз элит стар деген статусқа жетесіз. Компания тарапынан тағы да мақтау, мадақтау, қолпаш, қошеметке ие боласыз. Ал енді туып келе жатқан, атып келе жатқан жұлдыз, атқан жұлдыз болғыңыз келсе, онда восходящая звезда, Rising Star, ол кезде $20.000 табыс табуыңыз керек. $20.000 табыс тапқан кезіңізде компания тарапынан сізге түрлі бағалы сыйлықтар беріле бастайды. Компанияның президентімен, компанияның негізін қалаушыларымен сізге 5 рет 5 жұлдызды тамақ ішесіз, кешкі асқа барасыз, олармен жақын танысасыз, жақын сөйлесесіз, және компания тарапынан сізге бағалы сыйлықтар табыс етіледі. Және егер сіздің табысыңыз $3.000 болатын болса, бір айдағы табысыңыз, онда компания сізге сол $3.000 табысыңызға тағы да қосымша автобонус дейміз, $150 тағы да қосып береді. $50.000 табысқа қол жеткізген кезіңізде сіз директор деген статусқа қол жеткізесіз. Бұл жерде де компания тарапынан түрлі бағалы сыйлықтар аласыз. Компанияның президентімен тағы да кешкі асқа барасыз. Және $7.500 айлық табыс таба бастаған кезіңізде сол $7.500-ыңызға компания сізге тағы да қосымша $300 қосып береді. $7.500 табыс тапқаныңыз үшін компания сізге $300 тағы да қосып береді. Қараңыздаршы, қандай керемет. Глобал директор дейміз. Глобалды директор, бұл $100.000 тапқан кезіңізде сондай дәрежеге жетесіз. Айлық табысыңыз $15.000 болатын болса, соған тағы да қосымша компания сізге $500 автобонус қосып береді. Неге? Өйткені сіз уже табыс таба бастадыңыз ғой. Сіз енді лидерсіз, көшбасшысыз, ары бері жүресіз. Сол кезде жаңағыдай сіздің ары бері транспорттық шығындарыңыз бар, қонақ үйге барасыз, тамақ ішесіз. Сондайларға компания сізге осылай қосымша сізге қошемет, қолдау білдіреді. Амбассадор боласыз, сіз егер $250.000 табыс тапсаңыз барлығы, ай сайын $30.000 табыс таба бастаған кезіңізде компания сізге тағы да $875 үстінен қосып төлейтін болады. Сол $30.000-ға тағы да $875 төлейді. Ой, мына $30.000 аз болып қалды. $875 саған тағы да премия деп, табыс тапқаныңыз үшін тағы да табыс береді ғой компания сізге. Сондықтан осындай компаниямыз бар біздің. Және де соңғы бір бонус қалып қалды. Бұл бонусты атап кетейін. Бұл бонуста енді қараңыздар, бинарға қатыспайды, рефералға қатыспайды. Бірақ бұл бонус кім сатуды жақсы көреді, кім саудамен айналысқанды жақсы көреді, саудадан пайда тапқанды жақсы көреді, соларға арналған бонустың түрі. Яғни сіз базалық пакетте болатын болсаңыз, сіздің бірінші тіркелген адамыңыз өзіне сату үшін немесе өзі ішіп жеу үшін, өз қолдану үшін $100-ға, мысалға минимум да, максимум енді $10 да болса, $100-ға мысалы үшін алатын болса, соның $10-ын сіз базалық пакетте болғаныңыз үшін компания сізге бонус ретінде төлеп береді. Егер сіз премиум пакетте болатын болсаңыз, өзіңіздің бірінші деңгейдегі жаңағы әріптесіңізден сол $100-дан $20 аласыз. Оның әріптесінен, яғни сіздегі екінші деңгейден тағы да 5% аласыз. Ал элиталық пакетте 25% бірінші деңгейден, екінші деңгейден 10%, 5 үшінші деңгейден, 3 төртінші деңгейден және 2 бесінші деңгейден барлығы 45%-ға дейін 5 деңгейлік бонус түрін ала аласыз. Яғни бұл жерде сататын адамдардан, өздері үшін немесе сату үшін сатып алған адамдардан сізге компания осындай үлес береді. Жақсы ма? Бұл апталық бонус түрі болып есептеледі. Бұл жерде де біз 2025 жылы бүкіл сол 30 шақты мемлекеттің ішінде 3-ші деңгейге көтерілдік. Біздің Ресейде, Қазақстанда, Қырғызстанда сататын керемет жағдай мамандарымыз бар екен, әріптестеріміз бар екен. Солардың керемет сатуы арқылы, неге? Өйткені мен тағы да қайталап айтамын, өнім өзіне өзі жауап беріп тұр, өнім өзін өзі сатып тұр. Бұл кісілер соны тек қана ұсына білді, дұрыс адамға дұрыс жерде барып ұсына білді, және пайдасын көрсете білді, нәтиже алдыра білді. Сөйтіп өздерінің сату көлемдерін ұлғайтты, сөйтіп өздерінің спонсорларына және өздеріне және компанияға өте орасан зор пайда алып келді. Сондықтан мына жерде бізде де осындай сатудан түсетін 45%-ық сату бонусымыз бар. Жақсы? Сонымен осындай өте үлкен жолды
келиңиздер Эйджи Nutrition менен бирге бастайык. Эйджи Nutrition бул тек гана компания эмес, бул өтө үлкөн жануя. Эйджи Nutrition компаниясы осы Азияда каркынды түрдө дамып келе жаткан өтө үлкөн компаниялардын бири. Малайзияда Asian Nutrition компаниясы эң биринчи компания. Өзүнүн катарында осы малайзиялык компаниялардын және чет элден келген импорттук компаниялардын ичинде Asian Nutrition компаниясынын өзүнүн жагдай несі аброю өтө зор өзүнүн үйүндө. Ал эми чет мемлекеттерде оны енді ол бізге түсіп тұрған жауапкершілік. Біз осы өнімдерді айту арқылы, маркетинг планды айту арқылы және қатарымызға көптеген құнды және сапалы әріптестер мен лидерлерді тарту арқылы осы компанияның да құндылығын және дәрежесін, абыройын асқақтатамыз деген ойдамыз. Неге? Себебі біз осы компанияның өнімдерін таныту арқылы, осы компанияның маркетинг планын көрсету арқылы және компанияның өзін таныстыру, презентация жасау арқылы өзіміздің қалтамызды қалыңдататынымызға сенімдіміз. Өйткені бұл сетевой маркетинг, көп желілі маркетинг, MLM маркетинг. MLM индустрияда сіз күнделікті жаңа таныстар табасыз, жаңа достар табасыз, саяхатқа көп шығасыз, күнделікті сәт сайын табыс табасыз, айлық табыс табасыз, айлық апталық табыс табасыз, көңіл күйіңіз көтеріңкі жүреді, денсаулығыңыз жақсарады. Өйткені күнде офиске барасыз, телефонмен, WhatsAppпен, Facebookпен танысасыз, сөйлесесіз, скайппен сөйлесесіз, адамдармен әрқашанда қарым қатынаста боласыз, түрлі жаңағыдай оқыту бағдарламаларына барасыз, семинарлар, конференциялар, тимбилдингтерде боласыз, командалық жұмыс істеуді үйренесіз. Сөйтіп өзіңіздің жасарғаныңызды, жақсарғаныңызды және байығаныңызды және мінезіңіздің де тұлға ретінде қалыптасқаныңызды, көшбасшы ретінде қалыптасқаныңызды байқамай қаласыз. Сондықтан осындай өте үлкен, орасан зор мүмкіндігі бар компанияға сіздерді шақырып отырмыз. Келіңіздер, қатысыңыздар. Бұл мүмкіндіктен, бұл ұсыныстан теріс айналмаңыздар. Ертең 18-ші осы шілде күні Алматы қаласында сағат 1-де компанияның өте үлкен салтанатты ашылуы болады. Сол салтанатты ашылуда сізде билет сатып алып, өзіңіздің спонсорыңыз арқылы қатысыңыздар. Ертеңіне 2 күн бізде мына жақта У Михайловича деген Талғарда өте үлкен жағдай демалыс орны бар. Элиталық демалыс орны. Сол жерде де сіз демалуыңызға болады. Ол жерде бізде бүгінгі таңда 23 адам промоушнды ұтып алды. Ол промоушнның құны $200 тұрады. Одан тыс 20 шақты адам бізде қазір сол $200 төлеп бізде барамыз. Промоушнды орындамаса да бізде барамыз, бізде қатысамыз, бізде өзімізді өсіреміз, дамытамыз деп отыр. Солардың қатарынан табылыңыздар. Сол жағдай неге келіп қатысыңыздар сіздерде. Және 18 күні өзіңіз жеке ғана келіп қоймай, қасыңызға достарыңызды, таныстарыңызды ерте келіңіздер. Келіңіздер, бірге осы бизнесті құрайық, салайық. Неге? Себебі бұл бизнес тек қана Алматымен, Ақтөбемен, тек қана Қазақстанмен шектелмейді. Сіз бұл бизнесті осы Алматыда отырып, Ақтөбеде отырып, Астанада отырып, Бішкекте де, Ошта да, мына жақта жаңағыдай ар жағында Тәжікстанда да, Бішкекте де жасай аласыз. Себебі интернеттің дәуірі, интернеттің заманы. Сондықтан телефон, WhatsApp арқылы жұмыс істейсіз, скайп арқылы жұмыс істейсіз. Сөйтіп осы бизнесіңізді бүкіл әлемде дамыта аласыз. Біздің арамызда кейбір көшбасшы ағаларымыз, апаларымыз бар. Дағыстанда жұмыс істеп жатыр, мына жақта жағдай Улан Удеде жұмыс істеп жатыр, Красноярскте жұмыс істеп жатыр, Монғолияда жұмыс істеп жатыр, мына жағы Европада, Англияда, Германияда, Болгарияда, одан ары қарай Америкада, Түркияда, қайтадан Малайзияда, Индонезияда адамдар тіркеп жатқан бізде әріптестеріміз, серіктестеріміз және лидерлеріміз бар. Сондықтан сіздерге бұл бизнесті ұсынып отырған кезімізде бүкіл жер шарының барлық мемлекеттерімен Эйджи Nutrition арқылы алақанымызда ұсынып отырмыз. Осы егер білмейтін болсаңыз, біз спонсорларыңыз, біз барлығымыз сізге соны үйретеміз, көрсетеміз. Өзіңіз ары қарай алып кетесіз. Өйткені бұл жерде бір не дейді жаңағыдай әдеттен тыс бір керемет жоқ. Бәрі адамның істеген адам істейді. Бұл жерде компаниямызда айтқандай 7 жылдан бері компаниямызда 25-тей мультимиллионер бар, доллар миллионері. Сондықтан бұл маркетинг план жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, 30% рефералды бонусы бар, 15% бинар бонусы бар, 15% 6 деңгейден төленетін
жаңағы матчинг бонусы бар, 50% 10 деңгейден төленетін белсенділік бонусы бар. Осы бонустардың барлығы сіздерге өте үлкен орасан зор табыс алып келеді. Сондықтан осы табыстан сырт айналмаңыз. Бұны дұрыстап қараңыз. Өзіңіздің көкірегіңізді, көзіңізді ашып өзіңізге қабылдасаңыз, ертең сағат 12-1-де бізде айтқандай офисімізде Алматыда абай әуезовте үлкен жағдай шай беріледі. Осында келіңіздер, презентация болады, одан кейін шай ішеміз. Сол шайда да көптеген жағдай осында жетістікке жеткен көңілді позитивті адамдармен, лидерлермен танысу мүмкіндіктері бар. Сіздерде осы Алматыдағы келіңіздер, көріңіздер, танысыңыздар, білсіңіздер. Сіздер де сол адамдардай, сол лидерлердей болыңыздар. Өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертіңіздер. Мүмкін сізге бір жаңағыдай не дейді, общение керек болып жүрген шығар, мүмкін сізге бір признание керек болып жүрген шығар, мүмкін сізге бір дос керек болып жүрген шығар, мүмкін сізге бір табыс қаражат керек болып жүрген шығар, мүмкін сізге бір денсаулық керек болып жүрген шығар. Неге сізге болмаса да айналаңыздағы адамдарға керек шығар. Солар үшін, өзіңіз үшін, бала шағаңыз үшін, ата анаңыз үшін, жаңағыдай әйеліңіз үшін, күйеуіңіз үшін, қызыңыз үшін, немереңіз үшін біздің қатарымыздан, біздің жанымыздан табылсаңыз, осының барлығына сіз қол жеткізетініңізге біз кепілдік бере аламыз. Сондықтан жетістікке жеткен адамдардың қатарындағы жетістікке жеткен адам сіз болыңыз. 24-ші мультимиллионер Қазақстаннан шығады, Құдай қаласа, сол әбден сіз болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан біз сіздерді осындай өте үлкен мүмкіндікке шақырамыз. Біздің бірінші президентіміз Назарбаевтың бір сөзі болатын. Сізге егер сетевой маркетингпен ұсыныс жасаған болса, оларға бас тартуға асықпаңыз. Бірінші сол ұсынысты қараңыз, зерттеңіз, зерделеңіз, мүмкін ол сіздің ісіңізге жарап қалар деген. Сол ұранды сөзді сіздерге айтып, ол естеріңізге салып, қазір бүгінгі конференциямды, осы жаниямды, презентациямды бітіргім келіп отыр. Барлығыңызға рахмет, бәріміз берекелі, мерекелі болайық. Барлығыңызға керемет, берекелі, мерекелі ғұмыр тілеймін, табыс тілеймін, жетістік тілеймін. Алла жазса, 18-ші шілдеге максимум түрде шақырыңыздар. Өйткені ол жерде өте үлкен бізде дайындық болып жатыр. Ажар ханым, Ырысты ханым, біздің мына жақта Нұрлан аға, Айбек ханымдар, барлығына рахмет. Керемет дайындық болып жатыр. Үлкен концерт, шоу программа болады, оқыту болады. Ол жерде түрлі жағдай тамағы да болады, түрлі жағдай құттықтаулар болады, мойындаулар болады, қабылдаулар болады. Жақсы ма? Сондықтан сол мерекелі күнде біздің қатарымыздан табылыңыздар, жалғыз келмеңіздер. Өздеріңізбен бірге 5, 10, 20, 100 адам әкелетін болсаңыздар, сіздерге өте үлкен сыйлықтар берілетін болады. Айтқандай, ол жерде өте үлкен сыйлықтар лотерея арқылы ойнатылатын болады. Келіңіздер, сол үлкен біздің сіздерге дайындап қойған сыйлықтарымызды ұтып алып кетіңіздер. Сондықтан барлығыңызды жемісті, жеңісті, жетістікті ортаға біз шақыруға міндеттіміз, шақырамыз. Қатарымыздан табылыңыздар деп осымен аяқтасақ болады. Мәссаған, елу ақ Ой, минутта рахмет. шықтым ғой мен. Қайырлы кеш, молодец. Нұрлан мырза. Рахмет сіздерге де. Енді бұл жерде түсіндірдім дұрыс. Бірақ енді түсінбей қалып жатсаңыздар, өздеріңіздің жаңағы демеушілеріңізден, спонсорларыңыздан сұраңыздар. Ол кісілер сіздерге түсіндіріп береді. Егер түсіндіре алмай жатқан жағдайда спонсорыңыздың спонсорын ашыңыздар. Сөйтіп компанияға дейін шықсаңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Жақсы ма? Бұл жерде бір айтып отырмын ғой, жаңағы әдеттен тыс бір керемет адамның миына кіріп шықпайтын немесе бір қиын болып табылатын ештеңе жоқ. Барлығы оңай және қарапайым. Бірақ тек қана өздеріңіз көңіл бөлсеңіздер, өздеріңіз алдарыңызға мақсат, бағыт қойсаңыздар, алла тағала көмектеседі. Жаңа біздің шығыс мақалы деп айтады ғой, мың шақырымдық жол бір қадамнан басталады деп. Сол алғашқы қадамдарыңызды бастаңыздар, атыңыздар. Қадамдарыңызды атқан сайын жол өзінен өзі ашыла беретін болады. Сондықтан тек қана алға қорықпау керек, батыл болу керек, мақсатты айқын қою керек алдымызға. Сөйтіп сол мақсатта жұмыс істеуіміз керек. Да, эфир сохраняется, Лариса ханым. Керемет.
айттыңыз. Благодарим, Рулан Мырза. Я вас тоже вас всех благодарю. Целую, обнимаю. И давайте на сегодня все, да? И завтра будет чаепитие. Со чаепития все участвуйте, хорошо? Алматинцы. С регионов гостей отправляем, друзей отправляем, хорошо? Адрес офисов вы все знаете. Э, Отправляйте к нам, мы за вас поработаем. Все тогда. Так, открываем, да? Нұрлан мырза, Мен көп көп қазір келдім. рахмет. Нұрлан мырза, тимбилдингке байланысты айттыңыз ба? Айттым, сіз де айтып кетіңіз. Ажархан. Мен қазір қосылып отырмын, сіздің айтқаныңызды білмедім. Ал достар, тимбилдингтің алла қаласа қазір барып қай жерде болатын у Михайловича деген керемет тамаша демалыс орнын белгілеп қайттық. Барлықтарыңыз келіңіздер. Енді промоушн орындаған жандарды құттықтаймыз. Промоушн орындамаған кісілер өздеріңіз жандарыңыздан ақша төлеп баруларыңызға болады. 18 күнгі біздің тамаша ашылу салтанатына қызу дайындық үстіндеміз. Міндетті түрде келіңіздер. Баршаларыңызды тосамыз. Бұл үлкен істің бастамасы. Соның қатарында бірге тұрып өз тарихтарыңызды бастайтын сәт. Мен айтамын да, осы күнге дейін 7 жыл AG Nutrition'ның әлемдік деңгейде тарихын жасағандар мен болашақта AG Nutrition'ның тарихын жасайтындар жолығатын күн ол 18-і. Сол әр тарихыңызды, әр әрпіңізді жазатын жандардың жанынан табылып, солардың бірі болып, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп аятамыз айтқандай, AG Nutrition'ның тарихында өз кірпішіңізді, өзіңіздің орныңызды тауып, 18 күні біз фундаментін бекітіп салып жатырмыз. Соған келіңіздер, соның куәсі болыңыздар барлықтарыңыз. Айтқандай мен тағы да қосымша айта кетейін. Ажар ханым, рахмет есіме салғаныңызға. Біз бүгін Ажар ханым және біздің Алтын ханым, Алтын Жантаевна деген апайымыз, үшеуміз сол у Михайловича деген талғарда, таудың төбесіндегі үлкен бір тоғайға бардық. Ол жер орман, салқын, таудың ауасы деген керемет, жұтқан сайын жұта бергіңіз келеді, жұпары деген керемет. Құстар, бұлбұлдар сайрап тұр, барлық ағаштар, керемет ағаштар. 2 көл бар, 2 көлде де балық аулауға болады. Одан кейін жағдай бетоннан жасалған бунгало, киіз үй түрінде, сондай жерде жатасыздар, құдай қаласа. Одан кейін жаңағы пансионат түрінде де бар номерлер, жеке номерлер, люкс номерлер, сол жерде жатасыздар. Тамақтары өте керемет. Түрлі әлемдік асханалар бар ол жерде, өзіміздің ұлттық асханамен қатар. Сонымен қатар ол жерде сақ моншасы, орыс моншасы, одан кейін пейнтбол бар ол жерде. Ойнай аламыз, пейнтбол ойнай аламыз. Одан кейін танкілерге мініп жүре аламыз. Атқа мініп серуендей аламыз. Жарты сағаттан 4 сағатқа дейін. Ормандарда анау үлкен барыстарды, аюларды, еліктерді, бұғыларды, сондай жағда таудың басында, өзі Алматының айналасындағы кәдімгідей аңдарды, аң құстарды көре аласыз, сондай мүмкіндік бар. Сосын тағы не, құдай-ау, тауға шығамыз, одан кейін бассейн бар, суда шомыла аласыздар, садақ атасыздар, атқа мініп жүреміз. Тағы не дедім, түрлі ойындар ұйымдастырылады ол жерде. Одан кейін компанияның жаңағы AG Академия тарапынан берілетін сабақтарын аласыздар, сабақтарын, оқытуларын, обучениесін көретін боласыздар. Одан кейін өзіміздің лидерлердің жаңағыдай несін тыңдайтын боласыздар, жаңағыдай өздерінің жетістікке жету тарихшаларын тыңдайтын боласыздар. Сондай түрлі қызықты сценариймен компанияның жаңағыдай основательдерімен бірге өтетін осы 2 күндік және 1 түн түнейтін өте үлкен осы іс-шарада сіздердің де бізбен бірге болуларыңызға шақырамыз. Бірақ 18 күні міндетті түрде болыңыздар, жақсы ма? Билеттерді сатып алыңыздар. Билеттерді сатып алыңыздар. Міндетті түрде болыңыздар, өйткені ол жерде де өте қызықты программалар қарастырылған. Біздің Қазақстанның мен деген әртістері болады, солармен бірге боласыздар. Ол жерде де түрлі жағдай бағалы сыйлықтар ойнатылатын болады. Ол обучениесі, ол өз алдына бір төбе. Одан кейін біздің лидерлерді, жалпы AG Nutrition Қазақстан не екенін, кім екенін,
кім болғанын, кім болайын деп жатқанын, не болайын деп жатқанын сол жерде көретін боласыздар, танысатын боласыздар. Және сол өте үлкен жетістіктің ішінде сізде ойып тұрып өз орныңызды алу керексіз, және өз тарихыңызды өзіңіз сол жерде жасау керексіз. Сол үшін барлығыңызды шақырамыз. Құрметті серіктестер, кешіріңіз Нұрлан мырза, мен толықтыра кетейін. Жаңағы біз қазір барған кезде тимбилдингке біздегі барлықтарыңызды құттықтаймын, орындаған кісілерді құттықтаймыз. 23 адам тимбилдингтің промоушенын орындады, ретриттің, және де бізде ол жерде келетін арнайы қонақтарымыз бар, е. Сол кезде бізде где-то 10 адамға, 12 адамға қосымша өз ақшасымен баруға мүмкіндік бар, орын саны шектеулі. Оны ескеріңіздер. Мен соңғы күні қосылатын едім, бола салайын, мені қоса салыңдар деп. 17-сі, 18 күні жаңағы буынсыз жерден пышақ ұрмай, ыңғайсыз жағдайға қалдырмай, алдын ала шешім қабылдап, алдын ала айтыңыздар. Бағасын толықтай ертең жазатын боламыз. Айтамыз, хабарландыру болады. И содан кейін қараңыздар, енді бәріктеріңізді Age Nutrition'ның тойына шақырамыз. Той анасы 11.200 теңге дейік. Тойға бәріміз қанша береміз, қалай болып жатыр, мына жердің расходы қалай деп ылғи ойланамыз ғой. Сол сияқты 11.200 теңге билет құны. Билеттеріңізді алыңыздар, партнерларыңызды шақырыңыздар, қонақтарыңызды шақырыңыздар, розыгрышта болады. Күнде Нұрлан мырза жатпай тұрмай еңбек етіп жатыр. Сол біздің салтанатты ашылу салтанатын ұйымдастырамын деп келіңіздер. Рахмет баршаңыз. Сонда барлығыңызға қайырлы түн, бірақ түнде ұйықтамаңыздар, жұмыс істеңіздер. Жақсы. Ертеңгі зумға дейін бай-бай.